Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді әрі әдемі болып шығатын пончик дайындайтын боламыз. Барлық құрамдары описанияда болады. Бұл видеоны соңына дейін көрместен бұрын, ең алдымен менің инстаграмыма кіріп жазылып кеттіңіздер. Сілтемесі осы видеоның астында болады. Бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, себебі бұндай пончиктерді әрбір адам жасай алады. Ең алдымен біз ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқалы массамыздың үстіне сгущенкамызды құямыз. Барлығын жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Бізде осындай масса дайын болу керек. Енді осы массаның үстіне біз ұнымызды саламыз. Егер де видеоның астында көрсетілгендей мөлшерде сізге ұн аз болса, онда оның үстіне видеодағыдай кішкене ұн салуға болады. Қамыр болғанға дейін жақсылап илеп араластырамыз. Және де мен видеода бана көріп отырғандарыңыздай қопсытқыш салдым. Дайын болған қамырды 15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді біз оны оқтаумен жаятын боламыз. Шамамен 3 мм-ге дейін. Енді біз осындай кәсемен, көлемімен кестім. Өте үлкен болмау керек, және өте кішкентай болмау керек. Осындай дөңгелек етіп кесіп алдым. Қалған қамырлардан да жасадым. Одан кейін барлығын кішкене оқтаумен беттеріне жүргізіп шықтым. Мен орталарын кесу үшін, яғни орталарына осындай дөңгелек жасау үшін осындай бутылканың қақпағын алдым, крышкасын алдым, яғни орысша айтқанда. Бізде осындай пончиктер дайын болды. Енді біз қазір оны майда қыздыратын боламыз. Мен қызып тұрған майға салдым бұны. Видеода көріп тұрғандарыңыздай беті көпіршіктеніп, жақсы болып шығып келе жатыр. 2-3 минуттай қайнатамыз, пісіреміз, яғни. Осындай ыдысқа, табаққа осындай салфетка салып алып, соның үстіне біздің пончиктерімізді қоямыз. Себебі осы біздің жаңағы салфеткамыз барлық майларды өзіне сіңіріп алады. Осы үдерісті біздің пончиктеріміздің қамыры біткенге дейін дайындай береміз. Мен екінші салфеткамен бетін жауып қойып жатырмын. Енді біз пончигіміздің бетіне жағатын шоколадты дайындаймыз. Ол үшін біз осындай шоколадты майменен ертіп аламыз. Неге біздің пончиктарымыз дайын шықты, өте керемет. 16 штук шықты менде барлығы. Және де мен осындай 3 түрлі қопсытқышты қолданатын боламын. Енді видеода көрсетілгендей, ең алдымен пончиктерімізді алып аламыз. Мінекей қараңыздар, жаңағы біздің қойған салфеткамызде өте көп майлар сіңді. Енді видеода көрсетілгендей етіп, біз пончиктеріміздің бетін әсемдейтін боламыз. Сіздердің фантазияларыңызға байланысты мен осылай 6 пончикті алып қалып, бетін сгущенкамен әрледім. Мінекей қараңыздар достар, бізде осындай өте дәмді әрі әдемі пончик дайын болды. Біздің мына пончигіміз мүлдем сөз жоқ деп айтуға да болады. Өте керемет, дәмі де уайымдамаңыздар, оның яғни іші өте жақсы піскен болады, егер де сіздер оны майда көп ұстасаңыздар. Егер де достар, бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де менің инстаграмыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.